болатын болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Жалпы күнде мен осы картинканы салам, негізі мына картинка, мына жерде төрт компаниялар тұр. Бірінші S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Bitcoin. Осы төрт акция бүткіл Америкада болып жатқан Американың экономикасы болып есептеледі жалпы. S&P 500 чисто Американың экономикасы, 5 самый крупный компанияның экономикасы. Содан кейін NASDAQ ол технологический компания вообще дүниеде дамып жатқан. Содан кейінгі Dow Jones тоже үлкен мировой компаниялар. Содан кейін Bitcoin, ол Bitcoin өздеріңіз білесіздер, жалпы криптовалютаның несі. Осы төрт компанияны қарап, әлемде Америкада не болып жатқанын қарауға болады, вообще қалай болып жатыр. Егер де плюс болса, значит өсіп жатыр, минус болса, значит құлап жатыр Американың экономикасы жалпы.